Қыздар, сәлем, қалдарың қалай? Білесіңдер, мен 5 айдай болды подкузник бизнесмен айналысып жүрмін. Бұлар біздің топ партнерлар, Айжан және Жанбек деген отбасылы жұп. Біз олардың командасымыз. Кішкентай болса да, Бион компаниясының бір кішкентай мүшесі болып жұмыс жасап жүрмін. Осы жақында 24 желтоқсан күні Астана қаласында біздің команда корпоратив өткізді. Бұл менің наставнигім. Өкінішке орай мен бұл корпоративқа бара алмадым. Бұйырса, келесі жылы барамын деп ойлаймын. Және де осы корпоративқа дейін біздің команда Тайный Санта ойынын ұйымдастырған болатын. Мен бұл ойынға алғаш рет қатыстым. Мне осындай группаға ашып, барлық қатысатын адамдарды осы группаға қостым. Барлығы бір 40 шақты адам болды. Содан кейін осындай ссылка жіберілді группаға. Бұл ссылкадан өтіп, біз әрқайсымыз тіркелдік бұл сайтқа. Тегін сайт екен, осындай Тайный Санта ойнау үшін арналған. Соны жеребьевка жасағаннан кейін әрқайсымызда бір сантамыз және бір подопечныйымыз болды. Подопечный деген ол біздің сыйлық беретін адамымыз. Бұл жерде ең қызығы, әркім өзіне кім сыйлық беретін білген жоқ. Әркімнің өз сантасымен осындай жеке чаты болды. Сол жерде сөйлесіп, не қалайтынын білуге болады екен. Маған жеребьевка бойынша мына қыз түсті. Муслима деген Астанада тұратын қыз екен. Бұған өз сыйлығымды осылай беріп жібердім. Ұнады деген ойдамын. Жалпы бұл сыйлықты Инстаграм арқылы Астананың осындай бір магазин тауып алып, сатушымен сөйлесіп, осындай бір бокс жинадық. Маған мен Сантам кітабын отам деген соң осындай кітап жіберіпті. Алдағы уақытта уақыт тауып, обязательно осы кітапты оқимын. Мына суреттерде қалған ойын қатысушыларының сыйлықтары.